grenade for ya. Throw my hand on a blade for ya. You jump in front of a train for ya. You know I'd do anything for ya. Oh, I would go through all of this pain. Take a bullet straight through my brain. Yes, I would die for you, baby, but you won't do the same. Сәлем достар, тағы бір әнді бүгін талқылаймыз. Бруно Марс атты әншінің Grenade деген әні. Grenade дегеніміз граната, соғыс кезінде лақтырып жаратын граната. Бұл махаббат әні, әннің мағынасын былай деп талқылайық. Easy come, easy go деп басталады. Бұл фразеологизм. Тура мағынасы оңай келді, оңай кетті деген сөз. Жалпы тура мағынасы да сондай, яғни көп нәрсеге үстіртін қарайтын, терең мән бермейтін адам. Оңай келді, олай кетті. That's just how you live. Сен жай ғана осылай өмір сүресің. That is just how you live. Take it all дейді. Ал, немесе аласың, барлығын аласың. Take it all. But you never give. Бірақ сен ешқашан бермейсің. Яғни мен саған уақытымды, сезімімді бәрін саған берем, сен ештеңе бермейсің қайтарым ретінде. Should have known you was trouble. Should have known деген білуім керек еді, білгенім жөн еді. You was trouble деген негізі грамматикалық тұрғыдан қате. Негізі you were trouble болу керек, бірақ ауызекі тілде, әсіресе Америкада, ақш-та грамматикалық қателіктерді жібере береді, ол қазір қалыпты нәрсеге айналған. You was trouble сенің проблема екеніңді, сенің көп қиындықтарға душар ететініңді білуім керек еді. From the first kiss. Алғаш сүйіскен кезімізден. Kiss деген сүйу немесе сүйісу. From the first kiss. Алғашқы сүйіскенімізден. Had your eyes wide open. Сенің көздерің толығымен кеңінен ашық еді. Яғни сүйіскен кезде көздеріңді ашып тұрып сүйістің дейді. Why were they open? Неге ашық еді олар? Неге көзің жұмбадың? Жалғасы былай. Gave you all I had. Өзімде бар нәрсені. All I had. I had деген менде бардың өткен шақта формасы. Менде болған нәрсенің барлығын gave you. Саған бердім, өткен шақта. And you tossed it in the trash. Toss деген бірдеңені лақтыру былайша айтқанда. You tossed it, оны лақтырдың in the trash, қоқысқа. Саған өзімде бар нәрсенің барлығын бердім, сен оны қоқысқа лақтырдың. You tossed it in the trash тағы да. You did, солай істедің, өткен шақта көмекші етістікпен. To give me all your love is all I ever asked. Барлық махаббатыңды, all your love, барлық махаббатыңды сенің. To give me, беру, маған беру, is all I ever asked. Менің сұрағаным, барлық сұрағаным, бар сұрағаным осы ғана еді. Бар махаббатыңды беруіңді ғана сұрап едім. Cause деген because'дың қысқартылған формасы, ауызекі тілдегі себебі деген сөз. What you don't understand is сенің түсінбейтінің. What you don't understand is сен түсінбейтін нәрсең. I'd catch a grenade for you. I'd деген I would, солай істер едім деген мағынада. I would catch. Мен ұстап алар едім, қағып алар едім. A grenade for you. Сен үшін гранатаны. Сен үшін гранатаны қағып алар едім. Throw my hand on a blade for you. Қолымды пышақтың астына салар едім дейді. Throw деген тағы да бұл былай лақтыру деген сөз. Яғни қолымды. Blade деген негізі өткір нәрсенің жүзі. Blade. For you деген сен үшін, Сен үшін қолымды пышақтың астына салар едім. I jump, секірер едім, in front of a train. Пойыздың алдына. For you, сен үшін. In front of деген бірдеңенің алды. You know, білесің ғой, I do, істер едім, anything, кез келген нәрсені. Anything, кез келген нәрсені сен үшін. For you. I would go through, мен өтер едім, go through деген өту бірдеңені. All of this pain, осы
қиындықтың pain деген негізі боль, ауру, бір жерің ауырған кезде. Барлық осы қиындықтарды, ауруларды өтер едім дейді. Take a bullet straight through my brain. Take a bullet деген жаңа тапаншаның оғы бар ғой, патрон, пуля. Соны дәл миым арқылы алар едім дейді. Яғни өз-өзімді басыма, миыма атып жіберерdim дейді. Yes, yeah, I would die for you. Сен үшін өлер едім. I would die for you, baby деген жаным деген сөз. But you won't do the same. Бірақ сен, won't деген келер шақ, will not деген қысқартылған формасы. But you won't do, сен істемейсің, the same, дәл соны. Яғни мен сен үшін гранатаға қалар едім, қолым пышаққа салар едім, пойыздың алдына секірер едім, өлер едім сен үшін, басыма оқ атып. Бірақ сен дәл соны істемейсің дейді. Яғни не дейді, қайтарымсыз махаббаттағы өкінішті осындай ән. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.